Қандай су ішу керек? Қайнаған немесе минералды су? Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Жалпы су біздің ағзамыз үшін ең қажетті ресурс. Сусыз ағзаның жұмысы тоқтайды. Бірақ саулығымыз үшін ішетін сұйықтықтың мөлшері емес, сапасы маңызды екенін ұмытпауымыз керек. Осы ретте дәрігерлердің пайдалы деп ұсынған сумен танысайық. Жалпы ағза су тапшылығына ұшыраған кезде басыңыз ауырады, қан қоюланады, тері құрғайды және де жүрек соғысы өзгереді. Одан бөлек артық салмақ мазалап, ерте қартаю ықтималдығы жоғарылайды. Негізі қандай су ішу керек? Осындай жайсыздықтарды болдырмас үшін бізге қандай су ішу керек? Денсаулықтың жақсы болуына қандай сұйықтық қажет? Ең біріншісі, жеке талдау жасаймыз. Біріншісі, кран суы. Кәдімгі кранның шүмегінен тікелей алып іше салатын әдетіміз де бар. Оның қаншалықты таза екенін денсаулыққа әсерінің бар жоғын анықтап жатпаймыз. Десе де, кран суына хлор қосылатыны белгілі. Ал хлор өз кезегінде қауіпті аурулардың қоздырғыштарын жойып, инфекцияны жұқтыру қаупін азайтады. Алайда ағзаға ешқандай пайдасы жоқ. Егер хлорлы суды шектен тыс көп ішетін болсаңыз, өтке және де бүйрекке тас байлануы мүмкін. Сондай-ақ тері мен шаштың саулығына жауап беретін Е дәруменін жояды, одан бөлек аллергиялық ауруларды қоздырады да жыныстық әлсіздікке алып келеді. Иммунитет төмендейді. Келесі қайнаған су. Жалпы құрбы-құрдастарыңыз, туыстарыңыз қарапайым шай мен кофеден үзілді-кесілді бас тартып, жай ғана қайнаған суды ішіп жүргендерін талай рет куәгері болдыңыз. Сол кезде сіз «Сұмдық-ай, құр суды қалай ішесің?» деген сауалды да бірнеше рет қойған боларсыз. Олар сізге себебін түсіндіріп жатпады, сізде қазанды жабылу күйінде қалдыра салдыңыз. Ал қайнаған судың пайдасы өте көп екенін білесіз бе? Ендеше атап өтейік. Қайнаған су негізі оның пайдасы ағзаны тазалауында жатыр. Су іш қатуды емдеп, буындардағы және басқа да мүшелердегі артық тұздарды, бүйрек пен бауырдағы тастар мен шлактарды шығарады. Қайнаған су ішуді бастағаннан кейін бірнеше күн өткен соң буындарда, бүйректе ауырсыну және де зәрдің түсінің өзгеруі байқалады. Қорқпаңыз, бұл ағзаңызда оң үдерістің болып жатқандығының белгісі. Енді қалай қолданамыз? Қолдану тәртібі. Қайнаған суды таңғы астан 30 минут бұрын аз ғана мөлшерде ішіңіз. Оны асықпай ішу керек. Су ішекті оятады. Оның жұмысқа кірісуіне себеп болады. Қалтарыс бұлтарыстарында іркілген қажетсіз заттарды сыртқа ығыстырады. Аталған қарапайым рәсімді бар жоғы 6 ай уақытқа дейін орындайтын болсаңыз да жетіп жатыр. Бұл уақытта денеңіз артық майлардан арылады, дене сымбаты қалпына келіп, белгілі бір жүйеге түсе бастайды. Омыртқа жотасындағы ауру сырқаулар жоғалып, икемге келе бастайды. Асыңыз дұрыс қорытылмай ішіңіз кеуіп жататын болса, тамақтан кейін де қайнаған су ішкеніңіз дұрыс. Және де минералды су. Көпшілігіміз минералды суға ең таза әрі денсаулыққа пайдалы деп қараймыз. Алайда бұл судың да кейде пайдасы да кейде зияны да бар екен. Мәселен, асқаналық деп жазу болмайтын болса, минералды суды кез келгенімізге іше беруге болмайды. Оны тек қана дәрігердің нұсқауымен ғана ішкеніңіз дұрыс. Кейбір минералды судың құрамында тұз көп болады, ал ол кейбір ауруларға теріс әсер етеді де, нәтижесінде созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады екен. Сонымен қатар, дүкен сөрелерінде кездесетін барлық бөтелкедегі су денсаулық үшін бірдей қауіпсіз емес. Мұндай судың кейбір түрінде 70 есе асып түсетін микробтардың саны анықталған екен. Әсіресе пластикалық ыдыстардағы суды тұтынбаған дұрыс. Саулығыңызды ойлайтын болсаңыз, ішетін суға өте мұқият болыңыз. Минералды су алатын кезде құрамына назар аударыңыз. Егер құрамында мырыш және магний секілді екі минерал болатын болса, еш ойланбай ішуге болады. Бұл екі минерал біздің ағзамыздың толық жұмыс істеуіне маңызды рөл атқарады. Нақтырақ айтқанда, мырыш иммундық жүйеге, сыртқы қауіпті факторларға, соның ішінде вирустарға қарсы тұруға көмектеседі. Ал магний табиғи стресске қарсы әрекет етеді екен. Оған қоса маңызды биохимиялық процестерге қатысады, бізді стресске төзімді етеді.
Бұл сусынды аш қарынға ішсек, ағзамызға 90% мырыш пен 70% магний сіңіреміз. Сонымен қандай судың пайдалы екенін білдік. Ендеше жағдайыңызға қарай қажетті суды тұтынуға тырысыңыз. Егер ісіну, қант диабеті, жүрек тамыр жүйесі, бауыр, бүйрек немесе асқазан ішек жолдарының аурулары болатын болса, ең алдымен дәрігермен кеңескеніңіз дұрыс. Ол сізге қандай суды қандай мөлшерде ішу керектігін айтады. Сіздермен бірге болған оңай медицина.